демалысты қалай өткізіңдер? Біз демалыста анамызға көмектесіп дүкен араладық. Ал мен болсам ауылдағы әжеме барып қайттым. Кеше анам дүкені құрт әкелді, саған да алып келдік. Алыс дей. Рахмет, маған да кеше әже құрт беріп еді, соны сендерге әкелдім. Міне қызық, бүгін бәріміз құрт әкеппіз. Зере, сенің әженің құртты мүңкіп терейсі, өзі жұмсақ. Міне қызық, сендердің құрты дамы басқаша, өзі қатты. Ендеше отбыз Райла Сарсенбай қыздан тұрайық. Райла Сарсенбай қызы, біздің қолымызда құрт бар. Біреуі Зеренің әжесі берген құрт, біреуі дүкеннен сатып алған құрт. Иә, дұрыс айтасың балалар. Құрттар шын мәнінде де ерекше екен. Әлбек пен Аминаның анасының берген құрты сепаратордың құрты екен. Сепаратор дегеніміз сүт өнімдерін өңдейтін электрлі құрал екен. Мына құрт өзінше ерекше екен. Бұл кімнің құрты? Бұл Зеренің аудан әкелген құрты, әжесі берген. Өте тамаша. Зеренің әжесінің құрты шын мәнінде де ерекше екен. Бұл күбінің құрты екен балалар. Күбі деген не? Күбі деген шынымен де не? Көбі деген балалар, екі құрттың ерекше болу себебін көбі туралы кәнекей бәріміз бірге зерттеп көрейік. Жарай ма? Иә! Біз еңбек ету үшін ең бірінші өзіміздің киімдеріміз болғанып қалмау үшін не істейміз балалар? Киінеміз өзіміздің еңбек тәртібі киімімізді киіп алайық кәнекей. Көйлегі болғанып қалмасын Зеренің. Ал енді көбіден қалай май аламыз, оны қалай құрт жасаймыз, бүгін соны үйренеміз. Кәнекей жүре қойыңдар. Біздің алдымыздағы бұл көбі. Көбіні жиде ағашынан жасайды. Оның піспегі болады. Көбіде балалар пісіп, одан қымыз жасайды. Және не алады екен одан? Май алады екен балалар. Көрдіңдер ма? Көбі біздің ертеден келе жатқан ағаштан жасалған ыдыс екен. Қанекей бұның ішіне мен балалар айран құйып қойдым. Енді айранды біз осылай пісіп, айраннан бірінші біз майын аламыз. Ал қалған айраннан құрт жасаймыз. Сосын бізге көбінің құрты болады. Ал қанекей сен тұра ғой. Өте жақсы. Өте жақсы. Шайқалып жатыр, иә балалар, иә? Өте жақсы. Мінекей осылай көбірек шайқау керек. Ал сен Әлібек, сен шайқай ғой енді. Кәнекей, өте жақсы. Әлібектің күші көп екен ғой. Кәнекей сен. Өте жақсы мінекей. Тамаша өте. Ал енді көбіні көрейік кәнекей. Біз көп пістіген қалай болар екен? Көбіміздің май пісіп қалған сияқты ғой, тамаша. Ендеше біз бұдан майын алайық балалар. Кәнекей, көбімізден май түсті енді, иә? Мінекей, қараңдаршы, қандай айраннан біз майын айырып алдық. Өйткені сендер менің көмекшімсіңдер ғой. Айранды қалтаға құямыз, тамаша болып шықты, иә? Жарайсыңдар. Ал, майды берейік. Маған бере қойыңдар. Ал, енді біз ішіндегі пісілген айранды енді балалар біз үлкен табаққа шараға құямыз. Табақ? Иә, табаққа құйып аламыз. Мінекей, құйып аламыз бұны. Піскен айран балалар. Бұл өте шөлді қандыратын, жақсы, емдік қасиеті мол. Мінекей балалар, айраннан майын айырып алдық. Енді бұл айранды біз пісіруге жібереміз. Жарай ма? Пісіп, суытып алып келеді бізге. Мінекей балалар, біздің көбімен пісіп, майлығын алып, оны қайнатып, енді қалтаға құйып, суы ағып, сүзілген әдемі сүзбе болды. Енді осы сүзбеден біз енді балалар құрт жасаймыз. Мінекей өте тамаша болды. Құрт жасаймыз. Мінекей көрдіңдер ме балалар? Әдемі болып, өзінен суы тартылып, жақсы керемет болды екен, иә? Біздің сүзбеміз дайын, иә? Құртқа қайнап келді, суы сарқып келді. Ал енді бұған біз тұз қосамыз. Мінекей тұз қосамыз, иә? Құртты балалар өте пайдалы екен балалар. Құртты балалар көп жеген балалардың
олардың ауыз қуыстарында ешқандай микроб болмайды екен балалар. Көрдіңдер ма? Ол құрт ангина деп жатамыз, е? Ал осы кезде күніне 5-6 құрт жесеңдер, сендердің ауыз қуыстарында сілекей бөлініп шығады, ауыздарындағы бар микробтарды кетіреді екен. Өйткені бұның құрамында не бар екен балалар? Тұз бар екен, е балалар, е? Өте. Ал енді осы құрттан сүзбеден алыңдар, кәнеке қолымызға аламыз. Қолдарыңа ала қойыңдар. Алдық. Иә, енді осыны қысып, екінші қолымызбен шетіне шыққандарымыздың етіп, біз құртымызды жасаймыз, кәнеке балалар. Мен құртты қалай жақсы істейтінін білемін. Рәләса Симай қызы, біздің құртымыз әдемі шықты ма? Иә, өте әдемі шықты. Әрине, оны біз өз қолымызбен жасадық қой. Біздің құртымыз Зеренің әжесі жасаған құрт болып шықты ма? Әрине, Зеренің әжесі жасағандай әдемі құрт болып шықты. Өйткені бұл күбіден жасадық қой, көрдіңдер, е? Ал енді бұның енді кеуіп бергеніне жел қағып, әдемі күннің нұры төгілген кезде бұл құрттарымыз 2-3 күнде жеуге де дайын болады екен. Мінекей тамаша. Ал енді біздің Әлібек өзінің әдемі батасын беріп жіберсін. Оз оң болсын, ақ мол болсын, бар жамандық жерге енсін, қайда барсақ жол болсын. Аумин. Ал ендеше құртымызды кебуге шығарайық, кәнекей. Жүріңдер балалар.